Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен финики құрмасы туралы керемет ақпарат қозғайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Күніне 10 финики құрмасын жеген адам ағзасына магний, темір, күкірт, кальций элементтері қажетті деңгейде толығады. Күн сайын құрманы жеген адамның қан құрамында холестерин төмендейді, яғни жүрек қан тамыр жүйесі жақсарады. Сонымен қатар құрма жеген адамның қартаюы тежеледі. Израиль ғалымдары 100 адамға зерттеу жүргізді. Қатысушылар бір ай бойы мачхол сұрпының құрмасын күніге 100 грамм тұтынып жүрген. Кейіннен халави сұрпының құрмасын тұтынды. Олар құрмамен бірге тамақта ішіп отырған. Финики құрмасының сұрыптары. Құрма өндіру бойынша Сауд Арабия елі көш бастап тұр. Финики құрмалары ақш, Мексика, Австралия елдерінде де өседі. Арабтар үшін құрма нанның орнына жүреді. Ислам елдерінде құрма мен сүт Рамазан айында ауызашар кезіндегі дәстүрлі тағам ретінде жүреді. Финики ағашы біздің заманымызға дейінгі 6000 жыл бұрын Персид аралында өсірілген. Финикидің 1500-ден астам сұрпы бар. Қытай құрмасы. Оны юба немесе унаби деп те атайды екен. Бұл құрма нан мен сироп жасауда қолданылады. Сырты қызыл қоңыр, көлемі кіші болып келеді. Канар құрмасы. Бұл сәндік үшін өсетін өсімдік. Ағашы түрлі пішінде өседі, биіктігі 6 метрге дейін жетеді. Жапырақтарының қаттылығы сонша адам денесін жарақаттап жібереді, оларды емдік мақсатта пайдаланады. Сүт безі дерті кезінде осы жапырақтарда пайдаланады. Құрмалар жұмсақ, жартылай құрғақ және өте құрғақ болып келеді. Құрмалардың көпшілігі инвертті қанттан тұрады. Құрғақ құрмаларда қамысты қант болады. Құрманың нағыз піскені сары қоңыр жұмсақ түрі. Ғалымдардың айтуынша 100 грамм құрмада 20,0 грамм су, 2,5 ақуыз, 0,5 грамм май, 69,2 көмір су және де 0,1 грамм май қышқылы, 69,2 грамм моно және дисахаридтер, 6,0 грамм ас талшықтары, 0,3 грамм органикалық қышқыл, осылар бар дейді. Одан бөлек дәрумендер де және де микроэлементтер калий, кальций, магний, натрий, фосфор көптеп кездеседі. Қуаттылығы 274,1 ккал, 1 келі құрманың қуаттылығы 3000 болады. Құрма адамға күш беріп, ер адамның белсенділігін арттырады. Жүрек, бауыр, бүйрек, асқазанға көмектеседі. Ми жүйесін жақсартып, жөтелге де оң әсерін тигізеді. Қатерлі дерттің де алдын алады. Құрманың құрамындағы амин қышқылының 23 түрі өзге жемістерде кездеспейді. Құрамындағы глюкоза мен фруктоза адамға зиянды емес. Алайда қант диабетімен және сезімдікпен ауыратындарға жеуге болмайды. Финики құрмаларын жүкті және бала емізетін әйелдерге жеу керек. Құрма жаңа босанған ананың жатыр бұлшықетін қатайтады, яғни бала босанғанда оның пайдасы болады. Құрма жүкті әйелдерді күйзеліске түсірмей, жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Құрмалар тоңазытқышта жақсы сақталатындықтан жыл бойы сатылымда болады. Құрмадан түрлі сироптар да жасалады. Олар адамның иммунитетін күшейтуге арналған. Сиропты ересектер күніне 20 мл 1-2 рет ішуге болады. Алайда оларды қант диабетімен ауыратындарға ішуге болмайды. Құрма қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Құрманың жаңа піскені, кепкені, ірісі, кішісі, емге жарамдысы, дәмі, түр-түсіне қарай құрманың көптеген түрлері бар. Бір сөзбен айтқанда, түрлі дәрумендерге бай, тойымды, әрі емдік қасиеті мол, құрма ғажап жеміс. Ендеше осы ғажап жемістен дәм татқан сайын жомарттығы шексіз жаратушыны еске алып, шүкіршілік білдіргенге не жетсін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.